Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бризолға ұқсайтын өте дәмді болып шығатын тағамның рецептімен ұсынатын боламын. Бұл тағамға гарнирмен істесеңіз де болады, күріш, пюре қолдандым. Ең алдымен мен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құймағын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа қажет. 5 жұмыртқамызды жарып осылай тысымызға. Үстіне тұз сеуіп жақсылап араластырамыз. Ол блинчик сияқты пісіреміз. Сүт қосамыз 150 миллиграмм. Және ұнымызды қосамыз. Оны менде 5 ас қасық. Осылай жақсылап барлық комоктар кеткенше араластырып аламыз. Миксермен араластырсаңыз болады. Оны мен қамырым дайын болды. Блинчиктеріме 15-20 минут тұра тұрсын, ал оған дейін фаршымызды дайындап аламыз. Енді 500 грамм фарш, үстіне тұз, бұрыш және жуаны салып жақсылап араластырамыз. Құймағымыз дайын тұр, қазір пісіреміз. Осылай пісіріп аламыз. Менде жобамен бірге 6 штуктай шықты дейміз. 6 или 7 штук шықты. Міне біздің құймақтарымыз дайын болды. Және фаршымыз бәрі дайын тұр. Және сыр. Осылай құймақты ашып, жайып, осылай үстіне фаршты саламыз. Бетіне жайыңыздар фаршты. Жұқа қылып бірақ. Үстіне сыр себесіздер. Сосын ораймыз. Формаға саламыз орап. Дәл осылай барлық жаңа құймағымызды осылай дайындап шығамыз. Сыр қоспасаңыз да болады, немесе қызанақ қоссаңыз да болады. Біздің отбасымызда қызанақты жақсы көрмейді, сондықтан мен қосқан жоқпын. Бірақ бұл өзі де былай сочный болып шығады, фарш жақсы болса. Көп уақыт болмайды, бұл ерекше тағам. Бризол сияқты, бірақ бризол емес. Подлива істесеңіздер болады панирдің жаңа. Мен формаға салдым барлығын. Және үстіне осылай сыр себеміз. Духовкаға 180 градус қызып тұрған пешке 45-50 минутқа жібереміз. Мен бризолдарым дайын болды. Ленивый бризол едім ба, рулетики едім ба с мясом. Осылай гарнирге істедім. Немесе былай жеке жесеңіз де болады. Үстіне кетчуп пен майонез қосып, осылай дайындасаңыз болады. Сіздермен бірге болған Айман ас болсын. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.